Йоу, құрметті достар, ауылға бара жатырмыз. Ауыл осымен ерекше ғой. Сиырлар, индиан сиырлар сияқты. Қарамайды еш жаққа. Ал мен бала кезден өскен ауылым. Seni men görmesem жүрек қиналарым. Келші жаным, келсеңші бағым. Қойларым, мә жеңдер, қашан шөп жей бересіңдер. Десерт болсын. Давай, алыңдар. Алыңдар, берсе анағанда. Ахмол, берсе сен де. Давай, бер, бар, апар. Туған жер айналдым сені. Кіргіз қол. Жоқ, анам кіргіз нелі. Тауларың мені. Құрметті қазақстандықтар. Жемісті кім біледі? Жиде деп аталады, мәуі деп. Бала кезде жейтін дөміз. Біраз өңірде болдым Қазақстан. Көрген жоқ. Тек Қызылорда облысында ғана. Көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай. Құрметті достар, біз әдеттегідей жолға шықтық. Қайда баратынымызды алдағы стористарда көретін боласыздар. Менде бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүретеді сол бейнең. Қазақстанда ең керемет трассаның бірі ол Қызылорда Шымкент трассасы. Қазір дәлел ретінде сіздерге көрсетемін. Мен сенің тәніңнің сынып жетекші секілді, бәрін бірдей жақсы көрем әр жеріңді беттіңді. Қара кесе кеттіңді, сыптаймын әдемілі білмесім. Шымкентте браттар күтіп алып, тамақ ішіп, қазір ары қарай жол жүріп баратырмыз. Егер сүйсең анық, көп сөздер қажет емес. Сол жақтарда күз болып жатса, Шымкентте әлі жаз ғой. Гүлдер өсіп, жайнап, жайқалып, ыстық. Көзіңмен қарайлап әсем жүректі жара. Алматыға әлі келгенде жоқ ше. Әлі пәленбай километр бар, бір пробканы қараңыздар. Бітпесек болмайды. Қайырлы таң, Алматы. Кофемізді алып алдық. Шаруаға шықтық. Құрметті достар, мен неге жылда Алматы қаласына күзде келем? Себебі аллергия кетеді, өзімді керемет сезініп жүрем. Екінші басты маңыз себеп ол Алматы қаласынан алтын күз үшін. Және сол кадрлерді қазір көріңіздер. Қолыңды қой, тартпа, санамның жіптері саусақтарында. Әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелді. Ойнама қой, кезеңдерді аяғына дейін. Алысап бардағы сағынышым, жамандықты жасыратын қорғанышым, жақсылықты асыратын қолдабысың досым. Күндерді арқалап жеңіл ауыр, боласың шаттырым тұрса да ол, мен үшін болып кеткен туған бауыр досым. Микаса, сукаса, компас тапаса. Аэропортқа келдік, құдай қаласа. Бүгін Алматы қаласынан ұшайын деп жатырмыз. Дос стресс қаса, мама сөйтті, тәрбиелет мені, тасатса кеп біреу, асат деп биіктен, тақырыптан шайпта, жүре бер деп. Бөлмедетін тарау, бар кемімді тынады, шымсың менде қорық кетсе тұрмады. Алматысымен. Бірақ Қызылордаға, сыр еліне, туған жерге ештеңе жетпейді.
осы сіздерде де андай сезім бола ма мысалы күнде бір жүріп жүрген көшең ғой бірақ бір екі күнге басқа жаққа барып қайтсаң сол келген кезде сол көше бір басқаша сияқты болады бір үйдің іші басқаша сияқты болады сондай сезім бола ма сіздерде How you pull up, baby? How you pull up?